досым, сен менімен бірге Севастополь серверінде ойнаған кезде ойынды описание арқылы жүкте. Ойынға кіргеннен кейін екінші левелға жетіп, менің NG дейтін промокодымды қолдан. Онымен қоса мен семьяма қосылғым келсе, осы группаға қосыл. Ал кеттік. Короче, біз бүгін аптечкадан геликқа жетудің бірінші сериясын бастайтын боламыз. Дәл қазір мен бір орыс баламен аптечканы номерный знак 444 дейтін полублатный номерный знакқа мен жасайтын боламын. Так, диал дейді. Бұл қалай? Походу ондай не жоқ. Через инвентарь беру керек. Походу қателеспесем. Қазір тоқта, там выбор дейді. Так. Число 1 или 2 дейді. Давайте 1. Посмотрим. Сейчас. Неге обмен жасайды екенбіз. Так. Опа, 444. 444 дейтін номерный знакқа обмен жасадық. Как айтқанымдай. Походу енді. Так. Рахмет Набалаға алғашқы мен үшін нормально так көтерілген болатынмын. Так. Тігісін алып алайық айтпақшыдай. Тігісін алып, кейін өзім группама қосатын боламын. То есть геликқа жетуге көмектескендердің барлығын бір группаға қосып короче, бір тойлайтын боламыз ғой, короче. Асораны. Так. Болды. Тігісін алдық. Енді келесі обменге жеткенде видеоны жалғастыратын боламын. Так, тоқта не дейді? Сейчас, подожди. Так, ендігі мәселе. Так, удачын тілеп жүрейік. Так, ол болса кразға жеткісі келеді екен, бірақ біздің цель краз емес, біздің цель гелик. Енді келесі обменге ауысайық. Короче, бұл жолы біз қазақ бала, то есть Нурикпен ауысатын боламыз. Мен номерный знак болса Гуччи ма бір сумкасын беретін болады. Так, бірінші берейік. Тоқта, инвентар, қазір ферны деп жібере салайық. Ферны, да. Енді инвентар арқылы беру қажет. Так. Берілді. Біз енді инвентар арқылы номерный знакты беретін боламыз. Берілдік. Все, как положено. Дұрыс өтті. Мен үшін Нурикқа рахмет. Осын Нурик айтпақшы, сен тігіма жаз, если чо. Сен тігінді ауылды ұмытып кетіппін. Осы видеоны көріп отсан, телеграмма жазасың ғой, короче, родной. Келесі. Так. Бағасын сұрау алайық, 400-500 мың тұрады. Примерно лям тұратын затқа ауыстыру керек, значит. Ал келесі видеоға кеттік. Бұл, короче, Асора дейтін кейін. Короче, ол бала маған екі лямдық конт ашам, шыққан зат саған берем деді. Сосын осы контты ашты да, осы S63 дейтін типа бананға ұқсайтын бір көлік шықты. И оны қазір маған беретін болады. То есть берет дегенде обмен жасайтын болады сумкаға. Так, Аско дейтін бала сұрап жатыр, қандай сумка деген сияқты. ВВ деп айтып жібереміз. То есть Лувитун. Так. Аско. Так, ендігі мәселе Асораны күту енді. Все. Айтпақшы машинаны құр алып қана қоймай, еще тюнингтап берем деді. То есть қазір фул тюнинг қып берем дейді. Бұл Асора, брат, если смотришь, ставь лайк. Тебе
тебе большое спасибо за то, что обменил сумку на машину. И что сказать? Короче, по-казахскому рахмет, спасибо, брат. Помог мне. Теперь сейчас енді ол тюнингтап болсын, сосын епа фул тюнинг қылып берейін деп жатырмын ане. Ебать. Так, бля, вот, короче, тюнингтап болды, спасибоңызды айтамыз. Короче, еще и нызы қойып берді, фул нызы 444 дейтін. То есть фул емес, полу болады енді. Так, енді машинаны лақтырады, сосын мен оған сумканы беретін боламын. Сонымен бүгінге осы сделкада жетеді деген ойдамын. Короче, келесі видеода уже геликқа жетпесек те чуть жақындап қаламыз деген ойдамын. Тек қабылдап алайық сделканы. Да. Қош, сау болыңдар.